Абай Құнанбайұлы 7-ші қара сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Мұның бәрі тәннің құмары. Ол болмаса тән жатпақ қонақүй бола алмайды. Хан өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі біз екен демедік, не көрсе соған таңданып, жалтыр-жұлтыр еткен болса оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай мен керне болса даусына үңіліп, онан ержетіңкірегенде үй тірседі, мал шуласады. Біреу күлседі, біреу жыласады, тұра жүгіріп. Ол немене? Бұл немене? Ол неге бүйтеді? Бұл неге бүйтеді деп, тыны көзі көрген, құлағы естігеннің бәріне ұмтылып, тыныштық көрмейді. Оның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбен көргеннен біздің хайуан малдан неміз артық? Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адам баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз. Білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, өлер тірілерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып